құрметті әріптестер, Тарси әдісін сабақтарда қалай қолдану керек жолын түсіндіріп өтетін боламын. Ол үшін осы видеоның соңына дейін қарап өтсеңіздер болады. Google-дың іздеу жолағына Тарси деп жазып кіреміз. Мінекей Тарси Maker деген сайт бар. Үстінен басу арқылы осы сайтқа кіретін боламыз. Бұл сайтқа тіркелудің қажеті жоқ. Тарси Maker деп жазып кірсеңіздер, осы сайтқа толығымен кіретін болады. Мінекей жоғарғы жағында осындай әртүрлі фигуралар бар. Осы фигуралардың үстінен бассаңыздар, астында сұрақ-жауап жазатын бөлімдері бар. Әр фигураның тапсырмалары әртүрлі болып келеді. Енді тапсырманы жазу үшін міне фигураның астында осындай сұрақ-жауап жазатын бөлімдер бар. Мына жердегі мысалдарды кетіріп тастайық. Міне 1 деген жерге сұрақ жазылады, қасына жауап жазылатын болады. Менде алдын ала дайындалған Word бағдарламасында сұрақ-жауаптарым бар. Осы жерге қазір көшіріп алып келетін боламыз. Немесе өзіңіз жазсаңыз да болады осы жерге. Тоғыз сұрақ жауапты осылай көшіріп алып келдік. Енді осы тапсырманы принтерден шығарып алу үшін мінекей 3 бұрыштың астында PDF файлына экспорттау деген сөз бар. Соны басу арқылы қазір ашатын боламыз. Өзіміздің компьютеріміздегі загрузки бөліміне барады, сол жерден ашып алатын боламыз. Мінекей бұл PDF форматында бірінші беттегі бізде дұрыс тұрған сұрақ жауаптар, ал екінші бетіндегі тапсырма бұл адасқан сұрақ жауаптар. Енді осы екінші бетіндегіні принтерімізден шығарып алып, қиып оқушыларға тапсырма ретінде берсеңіздер болады. Өте керемет әдістердің бірі. Оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттырып қана қоймай, сыни ойлау қабілеттерін де арттыруға көмектеседі. Осы видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Және осындай пайдалы ақпараттарды өздеріңіздің достарыңызбен және әріптестеріңізбен бөлісіп отырыңыздар.